қазақтың мәңгілік құлдығы 2021-ден басталуы мүмкін, немесе қазақтың мәңгілік азаттығы 2021-ден басталуы мүмкін. Ол тікеден тіке осы сөзді тыңдап отырған, осындағы әрбір қазақ саған қатысты. Осындағы әрбір қазақ, мейлі сен ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз бол, мейлі жүзге кірмейтін қожа, төре, сунақ бол, мейлі сен қандай да бір бол, кез келген қазақ, сенің тарихыңда, сенің қаныңда батыр шықпаған ру бар ма? Жоқ. Әр қазақ өзінің руына мен бәлем батырдың тұқымымын деп шығады. Бір ру бір рудан төмен емес, және артық емес. Сол батырларың әрбір ру өзің ту көтеріп, уран көтергендегі сол мен бәлем батырдың рухымын деп шыққанда сол батырың сол не үшін соғысты? Сен соны ойла, шежіреңді ақтаршы. Әр қазақ сенің үйіңде шежіре кітабың тұр. Қасиетті Құранмен бірге әр қазақтың үйінде шежіре тұр. Шежіресін білмейтін қазақ жоқ. Тіпті анау Петропавл, Павлодардағы орыс болып кетті деген қазағыңның өзінің руын, тайпасын біледі. Орысша айтып отырады, және руын, тайпасын біледі. Орысша біледі руының шежіресін. Ал сол сенің руыңның ұраны не еді дегенді айтып береді. Қай батыр шығып еді дегенді айтып береді. Кем дегенде арғы батырын айтпаса да, кешегі Жоңғарға шапқан батырын, ақ орыспен күрескен батырын, қызыл орыспен күрескен батырын айтып береді. Бергісі қызыл орыстар, коммунистер тың игереміз деп әкелгенде қалың келімсекпен соғысқан батырларын айтып береді. Ең бергісі желтоқсанның бәлем батыры менің руымнан шыққан деп мақтанады қазақ. Біздің қанымызда рулық жүйе, біздің әкімшілік басқару жүйеміз. Әкімшілік басқару жүйеміз. Бізді штат қылып басқарған сияқты тура сондай жүйе. Ендеше сол батырың не үшін соғысты, соны білші. Жер үшін, еркіндік үшін, қатын бала шағасын жатқа кәпірге құл қылмаймын деп соғысты. Енді сол ата бабаң қанын төгіп, әрбір уыс, әрбір түйір топырағын қазақтың қанымен суарып қорғап қалған сол жеріңді бір топ заңдық, конституциялық, моралдық, тағы басқа ешқандай өлшемдерге сай келмейтін, сен сайламаған, мен сайламаған, ешкім сайламаған бір аталмыш комиссия сатпақшы. Және олар жалға береміз дейді. Жалға беру, сату, ешқандай күдігің болмасын. Жалға беру деген сөзбен сату деген сөз синоним. Жалға беру деген сөзбен сату деген сөз бір мағынада. Әсіресе біздің жерімізді Қытайға жалға беру, Қытайға жалға бергізіп қойып жер басып жүргенше әрбір қазақ өлгенің артық. Мынау біздің ата-бабадан қалған қасиетті жерді, ол ата-бабамыз алып қалған жердің бір пұшпағы ғана. Қалған жеріңнің біраз орыста жатыр, біраз жеріңді өзбекке бердің. Біраз жеріңді қиып айналаңдағы елдің бәріне бердің. Ең шұрайлы, ең керемет қасиетті Алтай тауының ең шұрайлы жер Қытайда. Жер жанаты Жетісудың ең шұрайлысы Қытайда жатыр. Енді сол қалған жеріңнің жартысын шүршіт жаулап алып, жартысын орыс жаулап алып, сол орыстың қолында қалған жерің тоз шығып, телім шығып, Семейде атомыңды жарып, Байқоңырдан ракетаңды ұшырып, бүкіл ұлыңды қызыңды ауру қылып болған осы жеріңнің ата-бабаң алып қалған ұлан ғайыр даладан қалған тинамдай жерің бар қазақ, тинамдай. Сол жеріңден сатпақшы Қытайға. Ал бұл жерді сатудың екі үлкен алаяқтық жоспары бар. Біріншісі жалға беру. Жалға беру деген сөзді қайталап айтам. Сату. Ешқандай күмәнданба. Жалға беру деген сөздің ар жағында сату деген сөз тұр. Біздің халықтың талабы жер ешкімге де, қазақстандыққа да, қазаққа да, шетелдікке де жалғада берілмесін, сатылмасын. Бітті. Себебі дәл қазіргі жүйеде жерің сатылады, жалға беріледі, бітті. Жалға бер. Оспан түріктері қасиетті қала Меккені, Мединені, Ал-Қудусты билеп тұрған кезде қазіргі Израиль деген ел жоқ болатын. Кейін Оспан түркілері құлатты. Үлкен 6 ғасырлық империяны құлатты. Сол кезде мұны арабтарың ағылшынмен астасты. Сөйтіп, әзіргі аталмыш біздің сектанттар бар ғой, патшаға қарсы тұрса болмайды деген сол сектанттардың аталары
патшасына қарсы тұрды. Кәпірмен одақтаса болмайды деп жүрген біздегі аталмыш оттап жүрген Қазақстандағы сектанттар бар ғой. Соның аталары ана солардың рухани көсемдері кәпірмен одақтасты. Англиямен одақтасты. Сөйтіп қазіргі мына телім болған мұсылман елдер шықты. Сол телім болған басы қосылмаған мұсылман елдерің міне қазір Қытайдың құлы болды. Біріккен ұлттар ұйымында 22 еуропалық батыстық ел Қытайдың мұсылмандарға жасап жатқан қорлық зорлығына қарсы дауыс бергенде 37 мұсылман мемлекет ішінде Сауди Арабиясы бар. Қытайда бәрі дұрыс деп дауыс берді. Сол Қытайдың ақшасына, инвестициясына мұқтаж емес еді. Неге? Арғы аталарынан тартып ақшаның құлы. Сен оның дінін ойлама. Олардың жаңа ұстаған қасиетті кітабын, айтқан уағызын, ойбай, керемет, анау шыққан шейхтерін ұмыт. Олардың бүкіл нанымы, ақша, мына дүниенің құлдары олар. Ол саған қазаққа қол болмайды. Ол сен сөйтіп сектаға бөліп аздыру үшін ғана келіп отыр ол. Сенің жеріңді алу үшін келіп отыр ол. Сенің сұлу қызыңды тоқалдыққа алу үшін келіп отыр. Сенің жеріңде жаңа құс аулап, жаңағы жабайы құстарыңды, қызыл кітапқа кірген құстарыңды ойын қылу үшін ғана келіп отыр. Құсыңа, қызыңа қызығып келіп отыр қазақ. Араб десе, ойбай, Құдайдың таңдаулы құл екен деп ойлама. Құдайдың алдында қазақ та бірдей, араб та бірдей. Сол арабтарыңның бүгінгі бас ауру болған Палестин деген жерде бүкіл исламның, христианизмнің, жойтизмнің, яғни еврейлердің, үш діннің қасиетті қаласы саналатын Палестинде Әл-Құддуста Израиль дейтін мемлекеттің құрылуына кім себепші болды? Сионизм себепші болды. Бірақ солар Осман түркінің патшасынан бізге Палестинаның жерін сатып бер дегенде Осман түркінің халифасы сатпаған. Бірақ арабтар түріктерден егемендік алып алған арабтар жерін сатты гектарлап. Міне әңгіме содан шығады. Мына еврей келеді 10 гектар деді. Еврей келеді 15. Ол біздің қазақтың жері сияқты 10 мың гектар, 40 мың гектар, 1 миллион гектар деген жер жоқ арабтарда. Еврейлерде де. Сендер ойламаңдар, біз қазақ айтамыз, анау. Біздің қазақтар ғана, ана қазақта 100 гектар жер бар, мына қазақта 10 мың гектар жер бар деген сөз бізде айтамыз. Біз ғана айтамыз оны. Жер шарында басқа халықтар өйтіп айта алмайды, ондай ұғым олардың санасында жоқ. Сонда олар 5 гектар, 10 гектардан сатып берді. Сол 5 гектар, 10 гектардан сатып алған жерін сионистер біріктіріп жіберіп, қазіргі Израиль деген мемлекет болып шықты. Ал жеріңді сат қазір. Израиль мемлекетін білмейтін адам жоқ. Міне сол Израильге 22 араб мемлекет бірігіп 5 мәрте соғыс ашты. 5 шашып жіберді. Теуіп тезегін шығарды. Теуіп арабтардың тезегін шығарды. Арабың олардың алдында қурай сияқты болды, сындыра салды бүйтіп сындырып, шашып жіберді. Ана ашамайын күніне 5 мәрте жуып, деп жүрген кезінде еврейлер келіп оларды шашып тастады. Міне, сол еврей осы өткен ғасырдың басында сол жерге мына Америкаға қашып барғаны бар, Еуропаға қашып барғаны бар. Солар кәдімгі кедейлердің сионист байлар, еврейдің байлары соны алып барып ақша беріп тұр. Көш десе, олар көшпей. Америка жайлы, табиғаты жайлы, Еуропа жайлы, табиғат жайлы, заңы керемет. Сондай әдемі жерден айдаған есек бармайтын, байлаған ит тұрмайтын, ана ыстыққа, шығысқа, ана орта шығысқа кім
кыргызча айтканда кайрылмандарын сол жерге көшүрүп апарып, сол жерден жер жаңағы бизче айтамыз, казак умут, 1000 гектар деген сөздү умут. 10 гектар, 5 гектар, 1 гектар, жарты гектардан сатып алған жерін құрастырып, Израилия деген мемлекет жасап шықты. Израиль мемлекетін сөйтіп жасап шықты. Ал енді бұл мысалды неге айтып отырмын қазаққа? Қазақ дейтін халықтың ішінде Қытайдан келген қазағы бар. Қазақстанның өзінде туып өскен қазағы бар. Қытайдың құлы болып кеткен қазақ былай жетеді. Қытай үшін жұмыс істеп, Қытай үшін жанын беретін, Қытай сұраса қызы тұрма қатынын да беретін қазақ жетеді қазір. Оның төрсі жоғарда отыр, төмен ауылында жүр. Сол қазақ жаңағы жеріңді алады, Қытай оған $1 миллиард береді, шұрайлы шығысыңды алады, жер жаннаты жетісуыңды алады, майлы жайы тарбағатайыңды алады, анау Шымкентіңнен ойып тұрып алады, қасиетті Түркістаныңды алады, Ақмешіт Қызылордаңды алады, ойып тұрып Оралыңды кесіп алады, жүрегіңді. Содан бітті, қара құрт болып Қытай келеді, быжынап, құрттап Қытай келеді, қара құрт болып келеді, қара құрт болып. Қара құрт, қара Қытай қаптағанда жерің жоқ болады қазақ. Шығыс Түркістан міне сөйтіп Қытайға берілді міне. Сенің жеріңді де сөйтіп Қытайлар алады. Әскермен басып алмайды. Мұны арамза саясаткерлермен, сатқын алаяқ саясаткерлерінің қолымен заңын жасап, жалға алдым деп алады. Болды. Жалға алуына рұқсат бердің. Бітті. Айырылдың. Қазақтың мәңгілік құлдығы 2021 жылдан басталады.